Сәлем, мен Павлам. Брау Толққа қош келдіңдер. Бұл жанарту өткір, отты және батыл болады. Сен дайынсың ба, Дени? Маған бұның бәрі ұнап тұрған жоқ, Павла. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Кім соңғы сол 8 бит? Экстремалды шоусу үй табатын маусым. Және отбасын? Иә, отбасын. Штуға жалпасын жаны жауынгер болатын Жанет қосылады. Ол жай ғана акробат пен әнші емес, ол нағыз жұлдыз. Қарсыластарына ән айтып шабуыл жасағанда ол конус тәрізді саймаққа зақым келтіріп жоғары нотамен соққы береді. Көзге тимесін, неғұрлым ұзақ басып тұрсаңыз шабуыл соғұрлым алыс шығады. Көңіл көтеру жағынан спыдан кейін қалғысы келмейтін Жанет супер ретінде оны бірнеше секундқа әуеге көтеретін реактивті ранец қолданады. Әуеде жүріп ол жердегі қарсыластарына шабуыл жасайды. Брау пасын соңғы деңгейінде сіздер Валкири Жанет, ал біріншісінде Байкер Карл күтеді. Және Жанеттің сіңлісі бар, бірақ ол туралы кейінірек. Экстремал шоу арқылы ойында келесі скиндер пайда болады. Құбыжық көлік Мек, пиротехник Спайк, күш лигасында апат сынаушы Дереу. Алтын аптан жаңа істеген Дарума Мистер Пи. Ал шам скиндарын топтамасын көшпені тара толтырады. Ғаштық операстардың ең қашаулары. Күте тұр, барлық құпияларды ашпа. Бұл туралы кейінірек. Және бізде жаңа ойын режим болады. Әрине бізде бата бойня күтуде. Бұл үшке үш шайқастар және мұнда боттар бар. Мақсат 2 минуттың ішінде бәсекелестерден көп бол жинау. Матчта бірінші болып 8 бол жинаған команда жеңеді. Бірақ болтты алу үшін оны алып жүрген ботты жеңу керек. Боттар аспаннан түседі және оған соңғы шабуылдаған жауынгерге шабуылдайды. Сіз өзіңіз білесіз, ботты өзіңіз базаңызға келіп жеңу немесе қарсыластарыңыз боттармен шайқасып жатқанда оларға шабуыл жасау. Бата бойня осы сезонда ғана болады. Енді Бонни туралы айтуға бола ма? Әлі емес, тоқта, сен және ғана оның атын айтып қойдың. Жарайды, жақсы. Ойында жаңа безендіретін заттар болады. Енді матчтарда спрей қолдануға болады. Бұл значоктар сияқты, бірақ жерге жағылады. Спрейді даңққа жету жолында аласыз, ал басында сізге осы 3 спрей беріледі. Көптеген спрейлер кейінірек даңққа жету жолында Браупаста, сынақтарда және дүкендерде пайда болады. Квестерде өте қатты жанату жоқ, бірақ біз оларды жақсарттық. Ойында жаңа квестерден басқа олар үшін әртүрлі марапаттар пайда болады. Значок, алтын, жетондар және басқа заттар. Егер сізге бір квест ұнамаса, оны өзгертуге болады. Бір аптада бір квестті тегін өзгертуге болады, ал Брау Паспен 3 квестті тегін өзгертуге болады. Паула, уақыт келді. Иә, Дени. Бонни Жанеттің сіңлісі және студың үштігінің бірі. Үшеуде Старпактағы экстремалды шоудың артистері. Бұл бейкүнә және эсцентрик қыз. Өзінің земліктен ұшатын ядро адам атты трюкінің арқасында танымал болған. Айтпақшы, оның қабілеттері. Боннида Мек сияқты, бірақ кішкене айырмашылығы бар. Супер арқылы қосылатын 2 режим бар. Бастапқы режимге оралу үшін ол суперін қайта қолдану керек. So in her cannon form, she moves slowly and can attack from far. She has only 1 ammo slot, so she can't unload her ammo too fast. And with her super, she shoots herself from her Боннидің супері оны әуеге лақтырып қойғанды қарсыластарына зақым келтіріп, оны екінші режимге көшіреді. Землексіз ол өте тез қозғалып, қысқа шақырымда өте көп зақым келтіреді. Кейс супер пайдалану оны кішкене кідіріспен землек режиміне алып береді, бірақ оның жарты денсаулығын қалпына келтіреді. Және ақырында Астар ғарыштық операсының жауларын ұсынамыз. Зұлымдар тобымен танысыңыз.
Оған Лорд Байрон, галактикалық Лола, императрица Бонни жатады. Олар дүкенде бірегей белгі және спрейді қамтитын тақырыптық іс-шара кезінде пайда болады. Сіздердің көпшілігіңіз білесіздер, бірақ күш лигасында біршама жақсартуды күтуде. Тиым салу кезінде әрбір ойыншы бір жауынгерге тиым салады. Қарсыластарыңыз сіз сияқты жауынгерге тиым салады, бірақ бір команда мүшелері ғана әртүрлі жауынгерге тиым салу керек. Осылайша матчта барлығы 3-тен 6-ға дейін жауынгерге тиым салуға болады. Осылайша біз әрбір ойыншыға матч барысында басынан бастап әсер етуге мүмкіндік береміз. Біз сонымен қатар ойыншыға жауынгер таңдау ұсынысымен айналысып жатырмыз. Оны келесі жаңартуда енгіземіз деп ойлаймыз. Біз қарсыласу жабдығын қайта өңдедік. Брауболдың картасындағы жаңа нысан бампер. Бамперге соғылғанда доп секіреді. Жаңа ойыншылар үшін жақсы тосыншы 2 апталық күнделік сыйлықтар. Дүкенде жаңа аватарлар мен анимациялық белгілер пайда болады. Жаңа кейбір спорт белгісі. event.brawlstars.com сайтына кіріп матчтарды көріп алуға болады. Осы екеуін де қайта алуға болады. Ойында жаңа гаджеттер де болады. Олардың кейбіреулерін қауымдастық идеясымен шабыттанып жасадық. Және көргеніңіз үшін рахмет. Жазылыңыз, лайк басыңыз және комментарияға сізге не ұнағанын айтып кетіңіз. Пікіріңіз табу оңай болу үшін #stунчо хэштегін міндетті түрде қойыңыз. Міндетті түрде қойыңыз. Кешір, біз тимей қаламыз деп ойладым. Хэштег. Бұл қауіпсіз бе? Көзілдірікті шешкен дұрыс.